Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум. Мынау қазақ эстрадасында жүрген Ұланғасар деген әнші. Ой, Ұланғасар жоқ. Кім еді? Ұланғасар, иә. Ұланғасар деген әнші былай айтыпты да. Қазір зорлық, зомбылықтың көбеюі ең біріншіден ол хиджаб кимегеннен басталады депті. Мен ертең үйленген кезімде өзімнің әйеліме міндетті түрде хиджаб кигізем деген екен. Енді сол Ұланғасарға айта кететінім, ол зорлық, зомбылық деген ол хиджабтан емес. Хиджабтан емес. Я, Аллаға шүкір, бәріміз мұсылманбыз. Я, бәріміз Алланың құлымыз, әңгіме жоқ. Бірақ Алла тағала бұл өмірді жаратқанда, 12 мың ғаламды дейді ғой, жаратқанда ұлтты жаратты да, және сол ұлтқа сай өзінің салт дәстүрін берді, өзінің киімін берді, мәдениетін берді. Дұрыс қой. Біздің киім емес хиджаб деген. Біздің киім кимешек. Біздің киім сәукеле. Мысалға да, қай әжең сенің хиджаб киіп еді? Бірінші сұрақ. Екінші дүние, сол кимешекті киіп, сол сәукелені киіп, біздің әжелеріміз қандай саналы ұрпақты дүниеге алып келді. Қазақ үшін жанын қиған қандай азаматтарды дүниеге алып келді. Хиджабсыз-ақ. Түсінесің бе? Біз қазақпыз, біздің өзіміздің мәдениетіміз бар, біздің өзіміздің киіміміз бар, өзіміздің ұстанымымыз бар. Осыны біліп алшы, бауырым, ең біріншіден, я. Ешқашан қазақтың қызы, атам заманнан бері арып қалайтын болсаң, хиджаб кимеген, кимешек киген, кимешек өзіміздің ұлттық киімді. Түсін осыны, я. Одан кейін айтатыным тағы бір айтатыным, хиджаб кимегеннің арқасында зорлық, зомбылық көп деп жатсыңдар. Ал бала зорлап атқандар ше. Сонда балаларға да хиджаб кигізіп қою керек па? Ол адамның өзіне байланысты, мына жерінде түйсігіне байланысты. Сен хиджаб киіп жүрсең де, сен идеальный болмауың мүмкін. Түсінесің бе? Себебі хиджаб кигеннің бәрі, оранғанның бәрі идеальный емес, ашық киінгеннің барлығы жәләп емес. Осыны бір қой. Ол адамның санасына, адамның түйсігіне байланысты. Түсінесің бе? Өзің әйеліңе кигізесің ба? Кигіз, әңгімем жоқ. Бірақ жұрт тарандатпа да, біз араб емеспіз. Біз қазақпыз. Қазақ бола тұра, қазақтың ұлттық киімін нақыштауға, өзінің қазақтың тілін көтеруге, қазақтың мәдениетін ұстануға біз құқылымыз. Басқа жақтың дүниесін алып келіп, бізге тықпай қойыңдар. Өтініш сендерде, тағы да айтам, мұсылманбыз, әңгіме жоқ. Барлығымыз Аллаға шүкір, Алланың құлымыз. Бірақ басқа жақтың дүниесін бізге тықпаңдар. Біздің өзіміздің салт дәстүріміз бар. Осыны біліңдер. Ал, мұсылман бауырлар, аман болайық.